Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі еліміздегі бірқатар колледждерді жас маман қаржыландыру бағдарламасынан шығарып тастады. Оның ішінде Түркістан облысынан 3 бірдей колледж бар. Алайда оқу орындарының басшылары бұл әрекетті заңсыз деп санайды. Сонымен қатар өздерінің мемлекеттік қаржыландыруда алуға құқықтарын қорғау үшін сотқа жүгінуге дайын екендіктерін мәлімдеді. Айта кетейік, жас маман бағдарламасына қатысу үшін аталған колледждер арнайы іріктеуден өткен. Олардың қатысуы Республикалық комиссияның 2019 жылғы 28 қарашадағы шешіммен расталған. Дегенмен бір жылдан кейін министрлік жаңа бұйрық шығарып, байқаудан өткен оқу орындарын бағдарламадан шығарып тастауға негіз болып отыр. Бізде жаңа 3 колледжде 400 миллион теңгеден осы 6 ай бойы сол жаңа құрал жабдықтарды іріктеу мәселесімен жұмыс жасадық. Ол біздің сенімгерлік компаниясы Дала Констракшнмен бірлесіп, және мынау Талап акционерлік қоғам бар, білім және ғылым министрлігінің оператор етіп сайлаған. Сол кісілермен етене жұмыс жасай отырып, ол өте үлкен жұмыс болды. Қаншама мамандар оған іріктеу жасап, осындай нәтижеге жетіп, соңында барлық келісімді алып отырған кезімізде жаңағы шешімнен бізді алып тастап отыр.